Баршаңызға сәлем. Бүгін ауызашарға ет асып, шайға осындай дәмді тәтті пирогтармен және де булочки дайындадым. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен шоколадты тесто дайындап аламыз. Видеосын түсіруге осы жерде ұмытып кетіппін. Астыға құрамын жазып қалдыратын боламын. Описанияға барлығын құрамын мөлшерін жазып қалдырамын. Формамызға жайғастырып, одан кейін кремін дайындаймыз. Қаймаққа қантымызды, одан кейін 2 қасық кукурузный крахмалымызды, 3 жұмыртқамызды салып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйірлері қалмауы қажет. Осындай мінекей бір келкі масса болғанша дейін жақсылап араластырып аламыз. Және де жаңағы тестамыздың үстіне құямыз. Диагоналімен де 24 сантиметрлік форма 26 сантиметрге жасасаңыз да болады. Бортиктарын осылай әдемілеп дайындап алып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Одан кейін бөлме температурасында суытамыз. Суығаннан кейін осындай шоколадты ганаш дайындаймыз. Шоколадты ерітіп, мен микроволновкада еріттім, сондықтан да қоюлау болып тұр. Негізі су моншасында еріткеніңіз жақсы. Үстіне орехты салып, жақсылап араластырып, осылай пирогымыздың үстіне әбден суығаннан кейін жайғастырып шығатын боламыз. Өте дәмді болып шығады, прям видеода да көрініп тұрған шығар, қандай аппетитный болып тұрғаны. Шоколадты су моншасында ерітсеңіздер, жұқалау жақсы болып жағылатын болады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, иісі сондай керемет болып шықты. Шайға жасасаңыздар, қонақ келгенде жасасаңыздар, өте ыңғайлы, оңайда әдемі болып шығатын пирог. Ортасын қараңыздар, чизкейк сияқты болып шығады. Одан кейін мен осындай булочкилар дайындадым. Бұл жерде менің бұрынғы видеомды салып көрсетіп жатырмын. Жасалу жолын түсірілген жоқ. Осы жолы бірден жасай қойдым. Дәл осы булочкиді жасадым. Алдымен жылы сүтімізге дрожжымызды салып, қантымызды және де жақсылап араластырып алатын боламыз. Жылы жерге алып қоямыз, бетін жауып. Одан кейін апарасы көтерілгеннен кейін қалған ингредиенттерімізді салатын боламыз. Мінекей осылай апарасы бізде көтерілді. Оның үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқада міндетті түрде бөлме температурасында жылы болуы қажет. Оның үстіне сұйық майымызды кішкенесін құйып, сары майымызды ерітілген салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Өте маңызды барлық ингредиенттер жылы болып тұрғаны. Сол кезде біздің булочкиларымыз жақсы болып көтерілетін болады. Жақсылап барлығын араластырып, белгіленген мөлшердегі ұнымызды және де кішкене қопсытқыш қоссаңыздар болады. Барлығын шетінен араластырамыз, қажет мөлшердегі ұнымыздың барлығын салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Одан кейін жылы жерге, бөлме температурасында жылы жерге алып қоямыз, көтерілгенше дейін. Үстінен сұйық маймен міндетті түрде басып қойыңыздар. Көтерілгенше дейін алып қоямыз. Мінекей біздің булочкиларымыз жақсы болып, тестамыз көтерілді. Барлығын весыймен бірдей қылып жасасаңыздар болады, немесе көз мөлшерімен бөліп шетінен жасауыңызға болады. Мен әрдайым осындай нутелла секілді паста қолданамын. Өте қымбатта тұрмайды дүкенде, әрі дәмді болып шығады. Булочкилардың ортасына жағып, дәл видеодағыдай етіп жасайтын боламыз. Барлығын шетінен жасап шығып, кішкене формамызға салып, кішкене көтерілуге алып қоямыз. Сол кезде өте күшті болып көмпиіп, көтеріліп пісетін болады. Бетіне жұмыртқаның сары уызымен кішкене сүтті араластырып, жағып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 30 минутта пісетін болады. Және де бұның да иісі өте керемет болып шықты. Шайға жасасаңыздар болады. Мен бүгін шайдың құралдарын жасадым. Осымен дәл осындай булочкиларымыз дайын болды. Одан кейін фруктовая нарезка жасадым. Өте оңай жасалатын, ең оңай жолын жасадым. Алмаларымды дәл видеодағыдай кесіп, үйдегі бар заттармен
әп-әдемі етіп фруктовая нарезка жасай қойдым. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер дегім келеді. Бүгінгі жасаған пирогым өзімнің ойымнан шықты, өте қатты ұнады. Чизкейктен де дәмдірек болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астыға барлық ингредиенттерді описанияға қалдырамын. Каналға тіркеліп, басқа да рецепттерді күнделікті жіберіп алмаңыздар.